барғаннан миллион табам деген ол ошибка. Мен айтамын да, сен осы жақты тауып алсаң осы ақшаны. Если сен осы ақшаны таба алатын болсаң, значит сен Америкаға достойный адамсың. Жол ашық. Тіл білу негіз керек емес. Жұмыс беруші либо украиндер, либо түріктер. Түрікше ол өзіміздің тіл. Адамға байланысты. Чиви мен өзім постоянно чиви. Январдан бастадым, осы кеткенге дейін бір қалтамдан обедке ақша шығарған жоқпын. Немістердің көп нәрсе үйренген жоқ бізге. Качество жағына жұмыс істейді. Олар бос уақыттарын отбасына арнайды, жаңағыдай тауға кетіп қалады, либо пляжға деген сияқты да. Ал бізде бос уақытында базарға барасың, продукт істеу керек, сондай ғой. Олар оны понятие жоқ. Одан кейін жаңағы местный түріктер бар, келген түріктер бар. Енді бүкіл әлем бар десем қателеспеймін, өйткені Берлинде көрсең, метроға кірсең, автобусқа отырсаң, неше түрлі ұлт өкілдері жүреді. Сен машинаңа қарамайды, олашы дүниеңе қарамайды сен. Бізден дүниемен бүйтіп араласады ғой. Бізде чисто дүниемен ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен мен Самат Серікбай, визовый эксперт, және де Ала Виза компаниясының негізін қалаушы. Бүгін бізде кезекті подкаст Германия мемлекеті жайлы болмақ. Бүгін бізде қонақта Асхат бауырымыз. Асхат жайлы кішігірім ақпарат беріп түсіндіре кетейін. Асхат біздің клиентіміз, әрі партнеріміз десем қателеспеймін, өйткені бізді Германияға кеткен біраз клиенттерімізді күтіп алып, жұмысқа орналастырған болатын. Ал Асхат, ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Елге қош келдің. Қош көрдік, қош көрдік. Өзің жайлы біздің аудиторияға. Ассалаумағалейкум, есімім Асхат. Осы Шымкент қаласының тумасымыз. Осы жақта өстік. Жасым 24-ті. Еуропада 2 жылдан аса уақыт жұмыс істеп қойдық. Жалпы өзің Шымкенттің тумасысың. Иә. Жақсы, күшті, керемет. Бір қызық факт, Асхат кеше ғана елге келген болатын. Әйтеуір барынша алтындай уақыттарымды бөліп подкастқа келгеніне көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Жалпы көп созбай сұрақты бірден қойып бастап кетейін. Жалпы Еуропа елдеріне 2 жылдай уақыт өткізіп жұмыс жасап келдің. Жалпы Еуропа еліне бару идеология қайдан туындаған еді? Біреу саған ұсынды ма, достарың, жақындарың, немесе өзің біраздан бері жоспарлап жүрген бір алға қойған мақсаттар болды ма? Сол интернеттен көреміз ғой біз. Интернеттен көресің. Біреу ана жақта жұмыс істейді, біреу мына жақта жұмыс істейді. Жалпы шетелге кетіп ақша тауып отыр. В общем, андай не болған жоқ менде, біреуге қызығып или там просто фокус кетті болды ғой. Кету керек па, кету керек. Мен ең бірінші қай елге бардың? Венгрияға. Венгрия мемлекетіне. Будапешт қаласында жұмыс істедім. 1,5 ай. 1,5 ай. Иә. Изначально фокус Германия болған. Негізі ол баста Германияға барғым келген. Бірақ неге Венгрияны таңдадың? Просто рабочий виза сол жаққа қарай болды. Біріншіден тез, әрі 100% одобрение береді, гарантия. Екіншіден ВНЖ береді қолыңа. Ол кезде ВНЖ неше уақытқа берген еді? 2 жыл. 2 жыл уақытқа берілген еді. 1,5 ай жұмыс жасап, ары қарай бірден Германия еліне кеттің. Бұл қай жылдары болып отыр? 2 жыл алдым ғой осыдан. 24-ші жылы да? 23 или 24. Жалпы Будапешт қаласында не жұмыс жасадың ол жақта? Будапештте айлық жағын айта кетсең, жұмыс жағын айта кетсең, ел жайлы айта кетсең. Автозапчасти. Складта жұмыс істейсің. Айлығы нақты есімде жоқ шы, 400 мың теңге ғой деймін. Өте аз. Аз болды. Енді ол жақта менде план болған жоқ, кету керек болды. Негізі о баста мақсат ВНЖ алып, сәл жұмыс жасап, ары қарай Германияға. Ол система примерно естіп алғансың. Адамдар істеп жүр солай, сонымен солай болды. Бірақ кетпей тұрып зерттеген шығарсың, Германияда таныс тамыр кім істеп жатыр, казахи в Германии, Инстаграм, ТикТок, Телеграм бәріне подписан болып, өйткені кез келген адам енді көрші ауылға баратқан жоқ, баратын елін тыңғылықты зерттейді, іздейді, қарайды, ақпарат жинайды, нақты сонда айлық бар ма, жоқ па, қандай виза арқылы баруға болады деген секілді. Сөйтіп 1,5 айдан кейін Германияға бардым. Тек біз бір нәрсені естіп алғанбыз ғой, ВНЖ аласың, өтесің болды. Жұмысқа бармай сразу кетіп қаласың. ВНЖ аласың, өтесің, Германияда сен біреу күтіп алады, тамағын береді. Ағаштарда евролар іліп тұрады. Евролар іліп тұрады, жуасың болды. Сондай понятие болған сол кезде. Солай бір жұмыс таптық интернеттен. Өттік, келдік, жұмыс істедік. Бір 2 айдай ма істедім. Екінші ай уже айлық жоқ. Қадаласың. 2300 евроға ма қадалды ғой. Германияда ма? Иә. Бірінші келген кезде. Бірінші келген кезде. Айлық не себептен бермей қойды? Нелегальный келіп тұрсың, договорың жоқ. Тем более жаңағы венгерский вид на жительство. Венгерский ВНЖ, ол жерде пайда ештеңе істей алмайсың уже. Жұмыс беруші сол немістер ме еді, әлде украинстер ме еді? Жоқ, жұмыс берушілер армяндар. Армяндар. Так что армяндарға сенбеңдер деп қоясың ба? Сенбеңдер. Солай
солай болды. Сонымен уже ол жерде стройка ма не жұмыс жаңағы 2300 не ғой, кабель тарту прокладка жұмыстары. кабель. Германия қай қаласында? Франкфурт жақта бір кішігірім қаласы, ұмытып қалдым атын уже. Ол жақта жұмыс енді адский ғой. Қиын. Өте қиын. Енді бірақ енді барғасын ашсын. Істеу керек. Любой жұмыс болса. Ол сағаты 10 евро ма сондай еді ше, төленетін ақшасы. Оның өзін ала алмай қалдық қой. Ничего, хайыр деді, келесі жұмысты көрдік. Бірақ сынбадыңдар? Жоқ. Енді осы тұста айта кетейін, жаңағыны сыртта сөйлесіп тұрдық қой. Енді кейбір клиенттеріміз де бар, басқа да адамдар бар, естіп жатамыз. Әйтеуір Австралияға барған болсын, Германияға барған болсын, әйтеуір бірінші қиындық кездесе қалған кезде бірден чемодан жинап елге қайтып кетеді. Әйтеуір крайний біреуді көреді. Анау кінәлі, мынау кінәлі. Енді жаңа опытын айтып отырсың ғой. Жаңағы бізді ешкім күтіп алмады, әйтеуір өйтіп жұмыс таптық. Бірінші ай берді, екінші 2300 евро, ол да аз ақша емес, миллионның үстінде, 1.300.000 болып қалады шығар. Енді сол себептен жалпы Германияға, басқа да елге барайын деп жатқан бір оқырмандарымызға не айтасың, осындай қиындықтар жайлы бір? Қиындықтар везде ғой негізі. Просто біздің бір минусымыз жаңағыдай интернеттен көреді адамдар. Машинада баратқанды көреді, басқасын көреді. Мен әдемі тұстарын ғана көреді. Мына жақта да айдап жүрмін, мына жақта да көтеріп жүрмін. Ана көбісі ойлайды физически мықты болсам болды деп ше. Бірақ оқта физика керек емес, характер ғой. Характер керек. Бірінші, енді кейбір жұмыстар не физически жұмыстар, жаңағы көлік жүргізу, доставка істеу, тағы деген сияқты. Заводтарда ауыр көтермейсің деген сияқты. Бірақ ол жақта ең бірінші керекті үлкен бір қабілеттердің бірі ол ментальный, психологически мықты болу. Жаңағындай ситуациялар, қиындықтар, сен Қазақстанда келсең итакта қиындықтар бар. Ол туралы біз рилсқа айтып кеткен болатынбыз. Енді кез келген елде сені оңай жұмыс, оңай ақша күтіп тұрған жоқ. Бірақ табысы Қазақстаннан әлдеқайда жоғары. Форс-мажорлар болады, сызығың кейде болмай қалады. Сен ойлағандай болмай шығады. Бұлай өту керек болады, бұлай өту керек болады. Сол нәрсені адамдар уже қабылдай қалады да. Бір сызықпен келеді, осылай жүру керек, ал бірақ оған ол жол емес, мына жол бұйырып тұр да. Ол адамдар қабылдаймайды да, уже болды, значит, менікі емес. Қайтады елге. Значит, енді кез келген психологияда нәрсе бар ғой, егер басыңда вариант Б болатын болса, ол міндетті түрде болады да. Егер ол қандай идеядан туындайды деп ойлаймын. Сен бір жұмыс жасап жүрсің, бір қиындық шығады, вариант Б елге сразу бірден қайтып кету. Елден қайтып кету. Егер сол қиындық шығса, вариант Б-ны қолдансаң, елге қайтып кетесің. Кейбір адамдар вариант Б-сы болмаса тағы іздеймін, тағы да жұмысқа орналасам, бұнымен жұмыс тоқтамайды, бітпейді, өмір тоқтамайды деген сияқты. Ақыры енді расход жасап барған соң ұру керек қой. Жалпы мақсатты нақтылап, анықтап қойып алу керек. Жақсы. Күшті, енді шетелге өзің бірінші рет шығып жатсың, жаңа бірінші рет бардың, бастапқыда бір қандай да бір қорқыныштар болды ма? Енді қазір уже Германияға, Еуропаға барсаң, уже емін-еркін қорықпай бір. Қорқыныш болмаған ғой сол. Болмады ма? Жас болдық па. Қорқыныш болмағаннан кейін сразу дік-дік өтіп кеттік, бәрі дайын деп ойладық. Оказывается, Германияға кіресің, ол жақтың өзінің ішкі кухнясы бар. Анау керек, мынау керек, жаңағыдай. Прописка мәселесі. Ол нәрсе көп, өте көп, мелочтары. Уже ол нәрсені барып көзбен көргеннен кейін барып ойландық та, оңай емес екен. Ал былай сырттан қарасаң, барлығы оңай. Күшті көрінеді. Күшті. Жақсы, күшті. Одан кейін жаңағы қайтадан тақырыбымызға оралайық. Арменияның жаңағы зарплатқа айлыққа лақтырып кетеді ғой, бермей. Одан кейін келесі жұмысқа қандай жұмысқа орналастырдыңдар, және ол жұмысты кім тауып берді, және қалай таптыңдар ол жұмысты? Группаларды ақтарып отырып таптық, қазақтар бар. Казахи Германия деп, Казахи Берлин. Срочно осындай жерге осындай адамдар керек. Тегін вакансиялар. Ол жерде бір жылдан аса уақыт жұмыс істедім. Ол жерде не жұмыс еді? Стройка ғой. Стройка саласы. Жаңағыдай брусчатка, бордюр қоясың, жол ғой. Дорожный жұмыстар. Ол жақта айлық табыс қанша шықты? Ол жақта енді 12 евродан басталды ғой. Сағатына? Күніне неше сағат жұмыс жасайсыңдар? 8 сағат, 10 сағат ол грубо. Жататын жер өздерің төлейсіңдер, тамақ өздеріңнен? Барлығы өзіңнен. Өзіңнен, жақсы. Егер 8 сағат кемінде 80 евро болатын болса, в принципе, жаман айлық емес деп ойлаймын. График қалай? 6-та 1 ма, 5-те 1 ма, 5-те 2 ма? 5-те 2. Ол жерде бір жылдан аса жұмыс жасадыңдар. Ол жерге негізі біз кірдік, подсобник просто болып, уже мастер болдық. Үйренесің. Негізі жалпы брусчаткадан, асфальттан дым хабар жоқ. Вообще хабар жоқ. Опыт жоқ. Подсобникке кіріп, бір жылдың ішінде мастерға дейін көтерілдіңдер, бірақ мастерға дейін көтерілгенде табыс сол қалпы болды ма, әлде өсті ма? Жоқ, өседі. Мастер болғанда сағатына қанша евро алып жүрді? 16 евро. 16 күшті, керемет. Бір жыл жұмыс жасап кеттіңдер. Енді бір табыс жағын ашық айта аласың ба, мысалға? Қалай айтсам болады? Мен айына мынанша табыс тапқам.
мынау тамағыма кетті, мынау жолыма кетті, мынау қыдырысыма кетті, мынау киіміме кетті, мен таза үйге мынанша ақша жіберіп отырмын. Жаңағы кемі тапқан ақшаң максимум орташа есеппен деген сияқты да. Орташа есеппен 2300-2500 ғой. Ол яғни қазір осы жерге теңгемен шығарып кететін боламыз, қанша теңге болады? Расходың 400-450 евро квартираға кетеді. Плюс тағы 400 евро находына кетеді. Тамағың бар, анауың бар. Сол кезде қалатыны 1000-1500 евро қалады ма? 1000-дан больше ғой. 1000-дан жоғары қалады. Ол енді бір миллионға жетер-жетпес сума. Қазір осы жерге астыға теңгемен сөйтіп бүгінгі курспен қалдырып кететін боламыз. Яғни бұл үйге жіберуге болатын сума. Күшті. Жалпы Германияның қандай қалаларында болдың сол аралықта бір жылдың ішінде? Біраз қаласында болдым мен. Өзіңе қай қалауына? 8 ба 10 ба қаласында болдым. Германия 8 қаласында болды. Күшті. Ең арасынан өзіңе ұнаған қай қала? Өзіме жақын Берлин ғой. Берлин. Берлинде мигранттар өте көп, көрдік. Мигрант көп, Астанасы. өзіміздің түріктер көп, халальный месталар көп. Қазақтар да көп. Русский магазиндер бар. Соғым бар. Жылқы сояды. Халал. Барлығы қолжетімді ғой. Өзіміздің движение таныстың бәрі сол жақта, ештеңеден қиналмайсың. Күшті. Кейбір райондар бар еді жаңағындай, қазақтар көп тұратын, түріктер көп тұратын, сонда бір район бар ма жаңағындай, аты белгіленген бір, мысалға Сиднейде бір азиатский район дейтін бар да, тек қана азиаттар өмір сүретін. Ол жақта бар, Марцан деген район бар. В основном сол Қазақстаннан келген орыстар тұрады, қазақтар тұрады. Өзіміздің. Жақсы, күшті. Жалпы Германияда қазақтар болып, бір айына немесе аптасына бір туған күн болсын, бір шаралар болсын, мероприятиялар болсын, жиналып тұратындар ма? Жаңа жыл тойлауы, жиналасың, бірақ әркімнің өзінің кругы бар ғой. Ол жақта қазақтар көп. Жоқ, мен қанша қазақ бар Берлинде, сен білетін? 1000-нан аса ма? 1000-нан асады. Асып кетеді. Бірақ әркім өзінің ортасы бар. Әркім өзінің ортасы бар. Біз өзіміз 5-6 бала ортамыз. Анау ана жақта, анау ана жақта деген сияқты. Жаңағы брусчаткада лақтырып кетпеді ма ақшаға? Жоқ. Ол жақта түрік кісілер, өзіміз мұсылмандар. Жақсы кісілер олар. Бұл жағынан проблема жоқ. Әйтеуір істедік, ақшамызды алдық. Әйтеуір бір ақша тауып қана қоймай, тәжірибе алдыңдар. Енді келесі бір опчинадар, келесі уже бордюр десе, брусчатка десе, уже көз жұмыс жасайтындай. Жалпы жұмыс қиын болды ма брусчатка? Негізі андай ғой, адамға бірдеңе тақалып тұрған кезде байқалмайды. Қиындық байқалмайды. Сенің артында қарызың ағып атады, либо бірдеңеге ақша керек болады. Істейсің ғой. Жақсы. Жалпы Германия кеткен бір қандай мақсат болды? Қар жабу, кредит жабу, үйлену, үй алу, көлік алу деген сияқты бір ақшаға қатысты бір сондай финансовый қарыз ғой в основном. Жақсы. Енді бір секрет болмаса қанша қарызбен кеткен едің, қанша уақытта жабып алдың, оған айта аламыз ба? Нақты есімде жоқ осы. Бірақ қарыз болды. Бірақ қазір қарыз жоқ еді. Қазір қарыз жоқ. Кредит жоқ, рассрочка жоқ. Күшті, керемет. Енді қарызы бар, кредиті бар оқырмандарыңыз болатын болса, сіздер де Асхат сияқты қарыздарыңыздан, кредиттарыңыздан 0-0 құтылып жүрсін. Өйткені бір жақсы сөз бар қазақтарда. Қарыз алсаң қайғы алың дейді. Ұйқыңнан айырыласың, тамағыңнан, ішкен тамағың жоқ деген сияқты. Менде де үлкен қарыздар болған. Ұйықтатпайды ол қарыз деген. Жаман нәрсе жалпы. Бірақ негізі мотивация жұмыс жасауға. Мотивация ұйықтатпайды сені. Уже лишний мына жаққа жүргізбейді. Сол фокус тұрады, қарыз жабу керек болды жабылсын. Бір орташа есеппен айта аласың ба бізге, оқырмандарға, бізге жаңағыдай бір жылдың ішінде жаңа брусчаткада істедіңдер ғой, стройка саласында. Енді бір физически қиын болуы мүмкін, бір белгілі бір нелерді. Бір жылда сол жерден бір есебің бар мейді, таза табыс қанша таба алдың сол жерден? Жоқ, онда есеп жоқ ше. Есеп жоқ па? Бірақ бағанағы 1500 плюс евро қалады дедің ғой, 1500 таза үйге жіберуге болатын, өзіңе таза қаладың, бүкіл расходтарды алып тастаған кезде. Енді сол 12-ге көбейтін болсақ, бір 10-12 миллионның төңірегі шығып қалуы мүмкін. Бірақ бір минусы бар ол жақта стройканың. Сезон ғой. Сезон жұмыс тоқтайды. Қыста 3 ай жұмыс жоқ. Жаңбырлы күндері жұмыс істей алмайсың. Ол жақта стройка жұмыс еткізбейді. Ондай кездерде сендер бір амалын тауып басқа жұмысқа шығатын ба едіңдер, или шықпаса шығасың, жататын ба едіңдер? Жоқ, жұмыс шықса шығып кетесің жұмыс істеуге. Группаларда жазып қалады сол жақтан да. Негізі стройка жаңбыр жауады, жұмыс жоқ, праздник жұмыс жоқ. Суббота, воскресенье жұмыс жоқ. Сезон таңдайды. Былай айтқан кезде таза бір жылына 6-7 ай жұмыс бар ғой. Стройкада. Қазіргі менің немде доставкада ол сезон таңдамайды. Сен істеп кеткен, соңғы барып істеп кеткен. Жалпы стройканы істеу үшін бір істі білу міндетті ма?
яғни тест алып көрсетші істей алсаң аламын, істей алмасаң кете бер деген сияқты. Иә, Ондайда негізі міндетті. Білуің керек. Өйткені ол жаққа көп адам стройка істей аласың ба десек, қолымнан келеді, істеп жүріп қой, жаңағы біздің қазақтың жаман әдеті бар ғой. Иә. Анау істеп жүр ғой, мен де істей аламын. Адам істеген адам істей алады. Иә, бірақ опыт по-любому керек те ол жерде. Оларда бір пустой біреуді алғысы келмейді. Мастер болып өзіңді көрсетесің, жақсы ақша табасың. Яғни тәжірибең болса, бірісін маман болып мастер болсаң, жақсы табыстар табуға болады. Тіл білу қаншалықты керек? Тіл білу негіз керек емес. Тілсіз білмей-ақ. Өйткені ол жақта бәрібір сен немістермен жұмыс істемейсің. Жұмыс берушің либо украиндер, либо түріктер. Түрікше ол өзіміздің тіл. Украиндер мен орысша деген сияқты. Жақсы. Енді мына доставканы айтып қалдың, осы соңғы барғанда сен доставка жасап келген боласың, кеше ғана елге келдің. Осы соңғы барғанда қанша уақыт болып келдің? Ал бірінші барғанда қанша уақыт болып келдің Германияда? Бірінші барғанда 1 жыл. Осы барғанда тоже 1 жыл ғой. 1 жыл 20 күннен кейін келдім ба? Получается, жылына бір рет барып тұрасың? Иә. Бір 10 күн, 20 күн елге келіп, демалып, қайттан кетесің. Иә, қайттан кетесің. Күшті, керемет. Жалпы соңғы барғанда доставкада істедім дедің. Өйткені біз тоже алдағыда бізді тұрақты көріп жүрген көрермендеріміз біледі. Біз сенің үйінде қонақта болдық, Ауызашарда, март айында, осыдан қанша 2-3 ай бұрын. Одан кейін тағы да сенің үйінде подкаст кішігірім қысқа әрі нұсқа түсірген болатынбыз. Одан кейін міне Шымкентте түсіріп жатыр, осы күн бұйырып тұр екен. Енді алдағы уақытта тағы да Германия баратын боламыз. Сол кезде тағы да жалғасын түсіру дейтін ниетте ойда бар. Осы соңғы барғанда 1 жыл жұмыс жасадың. 1 жыл бойы бір компанияда істедің ба? Сол жағын айта кетсең. Жоқ, Амазонда істедім. Амазоннан кейін Гермеске ауыстым. Ол жаққа неге ауыстың Гермеске? Амазон деген фирмада мен Бремен деген қалада жұмыс істедім. Кішкентай қала Бремен деген. Қала ұнамады. Тар қысыласың. Жаңағыдай. Бірақ табыс жағынан проблема жоқ. Бірдей ақ. Или мына жақ аз төлеп, мына жақ көп. Ана жақ кішкене аз. Амазон аз төлейді. Иә. Ол жақта оплата почасовая болып кетеді жүрсеңде. Сағатына төлейді. Иә. Ал мынау Герместе уже пакетке төленеді. Бір штук пакетке қанша цент төлейді? 70 цент. 70 цент. Минимум 70, максимум 90-ға дейін барады. 90-ға дейін, Енді соңғы барғанда сенімен сұхбаттасып отқан болатын, жаңа ауыз ашып отқан кезде өзі айтып қалған болатынсың. Яғни график жоқ, доставкада. Таңғы 10-нан қашан бітіресің сол кезде? Иә, главный жаңағыдай азында база ашылады, жүктеріңді артып аласың, бітсең қайта бересің үйге. Көлік өздерінен беріледі, дизель өздерінен беріледі, форма өздерінен беріледі. Біздің қызмет аккуратно машина айдайсың, аккуратно пакетіңді егесіне бересің, болды. Арнайы приложение арқылы? Иә, өздерінің нелері бар, ТСД сканерлері бар. Полностью жазылып тұрады, қанша пакет тараттың, қаншауын алып қайтып жатсың. Сенде астаты қанша қалды? Иә. Андай моменттер болады ма, яғни 100 пакет алып кеттің, үйінде жоқ болып қалуы мүмкін, немесе сосын алып келді деп айтады? Күнде болады. Қанша пакет всегда артылады? Күніне 4-5 пакет артылып отырады ғой. 100 пакеттен 4-5 пакет? 100 пакеттен емес, 180-200 пакеттен. Онда жақсы конверсия, жақсы результат деп ойлаймын. Даже 10%-ке де жетпейді. Чаевые мәселесі қалай? Бере ма? Чаевые енді несібе ғой әркімде деген бар ғой. Біреу табады, біреу таппайды. Районға байланысты, адамға байланысты. Чаевые мен өзім постоянно чаевые. Мен Гермеске ауысып келдім. Январдан бастап. Сен районың жақсы болып қалды ма әлде қалай? Район ауыстырады. Әлде сен бір күшті обслуживание жасайсың ба? Постоянно чаевые ғой. Январдан бастадым, осы кеткенге дейін бір қалтамдан обедке ақша шығарған жоқпын. Мүлдем табыстан, айлықтан? Вообще. Тек қана чаевыймен обед жасайсың. 32 ма, 33 па евро табылып бір күнде. Ең көп? Ең көбі. Так, 30 евро дейтін бір қанша теңге? 18-20 мың теңге болып қала ма? 18 мың ғой. 18 мың теңге болады. Күніне стабильно 10 евро тауып отырасың ғой. Кемі? 7-8 евроға обед жесің. Қалған сушняк, қалған қалады. Ол доставка жеткізіп бересің, жеткізіп бергеннен кейін еске қалдырып кете ма, сол жақ қалай болды? Или қолма-қол бере ме, или счетыңа аударып бере ма? Чаевейді ма? Иә, чаевей. Чаевейді қолма-қол ғой. Қолма-қол, иә. Жалпы анау Гермес компанияда жұмыс жасадым деп айтып отырсың. Ол жақта қазақтар көп па істеп жатқан дәл қазіргі сәтте? Көп. В основном қазақтар істейді ол жұмысты. Күшті. Мынау машина мәселесі айтып отырсың ғой жаңағы. Рисктері бар ма? Штрафқа түсіп қалу, ДТП жасау, адам қағып кету, сондай тағы менттар тоқтату. Өте рискованный жұмыс негізі. Если өзіңе за рулем уверен болсаң, істейсің. Өйткені заң бұзасың, сразу тоқтатады гаишниктер. Заң бұзбайсың, тоқтатпайды. ДТП болса уже проблема.
штраф түсесің. Мен 4 айда ма 155 евроға ма түстік қой штраф. Общий жинағанда. 4 ай яғни 155 евро бір где-то бір 80-90 мың теңге. 80-90. 4 айда. Егер 4 айға 80-90 болса, ол нормально деп ойлаймын. Маша соғып алып, сырып алып, ондай болмады ма? Жоқ, ондай жоқ. Күшті. Одан кейін тағы да қоятын тағы бір сұрақтардың бірі, енді біз жақта көріп отқан оқырмандар, көрермендер, подписчиктар бар. Енді бұл видео Германияға барғысы келіп жатқан адамдарға өте пайдалы болады деп ойлаймын. Одан кейін айтып отырсың барлық шындықты. Қайсысы қиын, қайсысы оңай, аз табу, көп табу, не қиындықтар күтіп тұр деген сияқты да. Бәрі ертегідей емес, енді бір түсініп өзің айтып отырсың ғой. Сен доставка саласында курьер болып минимум қанша таптың және максимум қанша таптың табыс жағынан евромен айтқан кезде? Минималка 1500 табасың ғой деймін. Болмады деген кезде, иә? Көп табу, аз табу кімге байланысты? Короче, минималка 1000 евро қалу керек қой. Өзіңе таза қалу керек. Мен максималкым сол 2700 евро болды. Ең көп тапқан сумма? Ең көп табылған. Жақсы. Ал жаңағы аз табу, көп табу жаңағы қалай болады айлық? Мысалға, каждый центқа беріледі деп отырсың ғой, мысалға, андай моменттер бола ма, яғни барын бірақ аз пакет шығып қалады, кейде көп пакет болып кетеді деген сияқты, сондай бір ол форс-мажор. Өзі аптаның графиктері болады, мына күні пакет всегда көп болады, мына күні аз болады. Қай күні көп болады? Бірақ если жақсы жұмыс істейтін болсаң, жаңағыдай жұмыс орны білет, саған уверен, сен 200 пакет таратасың смело, аямайды пакет. Постоянно саған беріп отырады. Өйткені сен жақсы жеткізетініңді біледі. Өйткені сен қанша көп пакет табатсың, олар сонша көп ақша табады да. Через біз арқылы. Жалпы енді Glovo, Volt'та істейтіндер мына жұмысты жақсы істейді деп ойлаймын. Жақсы істейді, бірақ болды мынандай ситуациялар. Бұрын сонда доставкаде курьерде опыты бар адам. Ондай балалар болды, жаңағыдай істеген, бүйткен, бірақ жаңағыдай келесің, сканер көрсетесің, например, 180 пакет па, 160 точкаға баруың керек сен күніне. Кардан ашатын яқта 160 точка тұрады. Майда. Майда дейді балалар. Glovo'да күніне 20-25 точкаға барамыз біз дейді. Ондай да жігіттер болды ма? Болды ондайда. Мен өзім де осы Шымкентте жұмыс істегенмін ғой. Доставкада? Доставкада газельмен. Күніне бір 6 точкаға барсам уже настроение түседі. Не болып кетті, ертең апарсақ болмайтын беді деген сияқты. Жанияққа барасың күніне как минимал 150 адреске барасың. Жүгіріп жүресің, уақыт жоқ. Телефонды өшіресің, қалтаңа саласың да. Айдары қарай. Тез бітірсең тез айтасың. Жүрсең жүре бересің. Жүрсең. Енді андай бір лайфхактар бар ма, қалай тез жеткізу керек? Өзің бір ұстанатын бір лайфхактар тез жеткізуге болатын. Енді бір ол жақта определен бір район бөліп береді ғой. Өзің постоянно бір районға қаласың. Бұлай шашып тастамайды. Бір квартал береді. Болды. Уже жаттайсың ғой сен оны. Уже бір ай жұмыс істесең білесің. Мына үйдегі кемпір үйінде болмайды деген сияқты жаттап аласың. Мынау бәрібір есігін ашпайды, көршісіне бере салайын. Біреуіне болады, балконын лақтыра салайын. Жаттап аласың ғой уже. Өйткені андай ғой, бір клиент қайтап айналып саған түсе береді. Күн сайын. Ол жақ полный доставка. Уақыт құртпайды. Үйінен шықпайды, барлығы доставкамен. Барлығы доставка. Тамағына дейін. Біздегі Каспи сияқты ғой. Каспи приложение арқылы үйіңе анау тапсырыс бересің ғой, доставкамен. Тамағына дейін. Олар бос уақыттарын отбасына арнайды, жаңағыдай тауға кетіп қалады, либо пляжға деген сияқты да. Ал бізде бос уақытында базарға барасың. Продукт істеу керек, сондай ғой. Оларда ондай понятие жоқ. Жалпы немістер жайлы айтып бере аласың ба? Енді 2 жыл сол Германияда болдың, немісше тілін қаншалықты меңгергенсің? Қатты меңгердім деп айта алмаймын. Өзіме керек сөздерді білемін. Өзіме керек заттарды сұрай аламын. Базовый. Қиын ба неміс тілін үйрену? Қиын емес негізі. Үйренем дейтін адам бар? Біздегі әріптер бар. Ө, ё, ғ деген әріптер қолда. Бәрі бар. Күшті. Одан кейін мысалға қалай айтсам болады, доставкада тоже тіл білу міндетті емес. Міндетті емес. Өйткені программа барлығы орысша. Орысша ма? Сен клиентпен сөйлеспейсің. Звоногын бастың, аштық қолына бердің, болды. Кеттің. Жалпы немістер жайлы айтып берсең. Қандай халық екен? Бізбен айырмашылығы? Немістер негізі не нәрсе үйрене аламыз немістерден? Немістерден көп нәрсе үйрену керек қой бізге. Качество жағына жұмыс істейді. Сапаға жұмыс істейді, в первую очередь. Күндері ерте басталады. Госслужащиң, басқаларың таңғы 7-те 8-де уже жұмыста болады. В основном стройкада жұмыс істедім, сағат 7-те басталады. Басталып кетеді уже. Соответственно, күні ерте бітеді. Сағат 3-те 4-те. Үйге қайтып кетеді. Одан кейін бос уақыттар бар. Кешке дейін.
Басқа тағы енді режим, дисциплина деп айтайын, осыны үйренуге болады. Ерте тұру, ерте жату. Уже 8-9-да ұйықтайды кешке. Пакет таратып жүресің ғой, есік ашпайды уже 8-9-да. Одан кейін тағы қандай үйренетін нәрсеміз бар? Жаңа сапа жағын айтып қалдым. Сапаны үйрену керек бізге олардан. Сапалы жұмыс жасау. Ол жақта өте сапаға мән береді. Киімі болсын, жұмыс болсын, кез келген нәрсе. Жұмыс жаңағыдай кішкене, например, объектіні 5 жыл істей ма, зато сапалы болып істейді. Біз сияқты. Вечно тұрады ары қарай. Өзіңе ұнаған қалалардың бірі Берлин дедің. Берлин ба? Бір неміс достарың бар ма? Тілді дамыту мақсатында, мысалға, бағана айтып attың ғой, сыртта бір аптада мен ешқашан 6 күн жұмыс жасап көрмеппін деп attың ғой. Кеме 4 күн, 5 күн ғана жұмыс жасаймын. Қалған уақытта не істейсің сол кезде? 2 күн, 3 күн бос боласың, демаласың. Жұмыстар ғой. Демалмайсың ба? Жұмыстар, кісілер келеді, күтіп аласың. Мен клиенттерім келеді. Оларды күтіп алу керек. Оларды күтіп аласың, орналастырасың. Либо ана жақта басқа жұмыстар шығып қалады. Олай бару керек. Мен ол жақта тек бір жұмыс істемеймін. Басқа да жұмыс істейтін адамдарым бар. Бірге жаңағыдай мувинг. Бос уақытта осы жұмыстармен айналысасың. Иә. Жаңағы бос уақыт емес, например, маған ана жаққа заказ түссе. Негізі өзіңнің базовый жұмысым доставка. Бірақ ана жаққа заказ түссе, мен сол жаққа баруым керек болады. Өйткені ол өзіміздің жұмыста, өзімізге жұмыс істейміз. Өз-өздеріңе. Иә. Енді бір алдында соңғы сөйлескенде айтып қалдым, Германия сонда бір кішігірім бір компания сияқты ашып жатырық. Иә. Мувингқа заказ қабылдап жатырық, заказ тауып беретін адамдарымыз бар деп. Иә. Енді B2B бизнес дейді ғой, яғни компания мен компания сотрудничать етіп жатса, ол жақ қазір қалай болады сол мувинг жақтары? Жақсы дамыған ба Америка сияқты, әлде енді дамып келе жатыр ма? Көшірсеңдер не заттар көшірдіңдер? Ол жақта енді дамып жатыр ол нәрсе. Мувинг, иә. Көбінше не көшірседі ол жақта? Үй. Үй көшіресіз. Үйдің ішіндегі мынандай майда шүйде заттар, мебелі бар, анау бар, мынау бар. Ол жақта немістер арендаға үйін береді, голый қылып береді. Мебель, себель, ештеңе бермейді саған. Біз сияқты емес. Голый үйді береді, өзің мебельмен келесің ба? Одан кейін жалпы енді локал дейді ғой, местный немістер қанша табыс табады? Мысалға келген мигранттар, енді біз кейбір статистика білемін, 7 миллионға жуық түрік бар деп естігем. Кейін соғыс кезінде қаланы бастан кету үшін түріктер барған, сөйтіп қалып қойған. Одан кейін местный түріктер бар, келген түріктер бар. Енді бүкіл әлем бар десем қателеспеймін, өйткені Берлинде көрсең, метроға кірсең, автобусқа отырсаң, шетел ұлт өкілдері жүреді. Оның бәрі көбісі местный деп айта алмаймын. Көбісі жаңа мигранттар, уақытша келгендер бар, көшіп келгендер бар, оқуға келгендер бар, қыдырып жүргендер бар, тағысын тағы деген сияқты. Енді бір мигранттардың арнайы өздерінің табатын минимум, максимум определенный бір сумма бар, ал местный немістер қанша табыс табады сенің ойыңша? Ол енді жұмысына байланысты ғой. Должностына байланысты. Біздің ақшаны тауып жатқандар да бар, бізден көп тауып жатқандар да бар. Сендермен бірдей табатын немістер де бар ма? Иә, бірақ уже жұмысы жеңілді ғой. Офистегі жұмыс, может там кассир. Енді мен Германия бір 2 рет 3 рет болдық, сол кезде бір байқағаным, біз сияқты гаджетке телефон қызықпайды мүлдем. Жоқ. Андай фонд қой ол. Андай кнопочный телефон ұстап жүргендерді де көрдім. iPhone 4S ұстап жүргендерді де көрдім. Иә. Сосын бізде енді Наби болды, Наби екеуміз жүрген кезде таңғалатынбыз. Мыналар қалай вообще? Неміс қой, бүкіл возможность бар олар, бір айлық тапқан табысына көлік алады, там возможностьтар, мүмкіндіктер өте көп та, айтқым келгені. Неге әлі автобуспен жүр, неге метро? Енді бізде стереотип бар ғой, яғни отызға дейін орда бұзу керек, машина алу керек, көлік алу керек, тағысын тағы деген. Солай көп негізі жүк сатып тастағанбыз ғой, өз-өзімізге ше. Олар өздерін қинамайды, асықпайды. Ол жақта сенің киіміңе қарамайды, сенің қолыңда гаджетіңе қарамайды, сенің машинаңа қарамайды. Олар ше, дүниеңе қарамайды сен. Бізден дүниемен бүйтіп араласады ғой. Бізде чисто дүниемен ғой. Даже дүниең тура келмесе құда да бола алмайсың ғой. Ол жақта ондай жақтан проблема жоқ. Ондай тема жоқ. Енді 2 жылдың ішінде бір форс-мажор дейік, жаңағы сені армян айлыққа лақтырып кететінін білмедің, күтпедің? Білмедім. Тура сол сияқты бір қандай форс-мажорлар болды, бір қызық оқиғалар бар ма? Былай ғой, может мен соны білгенде бармайтын едім ол жаққа. Ол может болғанда дұрыс болды менің өмірімде ше. Сабақ болды. Сабақ. 2300 евроға сабақ сатып алды. Ол сабақ армянендерге. Зато ол нәрсе болмағанда мен может қазір бұлай отыра алмайтын едім. Может қайтып кететін едім, білмеймін. Енді солай болу керек болды. Өкінетін ештеңесі жоқ. Жаман болған жоқпыз. Қайта сол нәрсенің ары қарай мотивация алып келдім ба, тесу керекпін бір жерді.
деп дальше жүрдік қой. Енді бірінші жыл барған кезде айттың сен қарызды кредитті жабуға бардың, жауып келдің, мақсатыңды орындадың. Осы екінші жыл жақындағаннан келдің ғой, енді бір жыл 20 күн болып келдің едің. Осы кезде қандай мақсатпен барған едің? Уже қарыз кредит жоқ. Осы кезде қарыз кредит уже жаңағыдай ғой. ақша жинау, капитал жинау. Иә, сол мақсатта ғой. Енді өзің ойлаған, өзің ойыңдаған сумманы таба алдың осы бір жылдың ішінде. Иә. Уже бірінші жыл барғанмен екінші жыл барғанның айырмашылығы жер мен көк дейді. Өйткені екінші жыл барғанда уже опыт бар, связь бар. Бірінші жыл менің көп уақытым жұмыс орнын табумен кетті, орналасумен кетті. Тұрақталуға кетті. Тұрақталуға көп уақыт кетті. Уже екінші жыл мен білесің ғой, мен саған айттым ғой, сен не үшін баратсың деп сұрадым. Мен уже барамын, жұмысым, үйім бәрі дайын. Маған виза ғана керек деп. Виза ғана керек. Барасың, үйіңе кіресің, ертесің жұмысқа шығып кетесің. Уже дайын да. Уже уақыт құртпадым бұл жолы. Бірден қапыламын. Шешім қабылдап кетіп қалдым. Уже местный болып кетті ол жақта. Район, көше, қуыс бәрін білесің. Жалпы ауа райы қалай? Жалпы Германияда? Ауа райы в основном жаңбыр. Бірдей ма, қатты ыстық па, қатты суық па? Жоқ, в основном жаңбыр. Жаңбыр көп. Күн жоқ. Күннің көзі мүлдем жоқ. Күнді көресің бір жаздың 3 айында бір 20 күні ма болады. Жаздың шілдесі дейді ғой. Сол кіреді, бірақ енді кірген кезде страшно болады ғой. Енді туристер өте көп келіп жатады Германияға. Жалпы немістер өздері қай жаққа барып қыдырады? Турция. Турцияға көп бара ма? Турция немістер. Неліктен ол жаққа қатты қызығады? Во-первых, арзан, во-вторых, тур көп. Олар басын ауыртқысы келмейді. Тур сатып алады, болды, барлығы дайын. Келесің, кіресің, барлығы дайын, уже оплачено. Негізі сол дұрыс екен, кеше біз өзімізде келдік қой. Мен ашып кетеді. Трансфер дейді, гостиница дейді, анау дейді, мынау дейді. Лучше тур дұрыс екен. Басында ауыртпайсың? Басында ауыртпайсың, ақшасын бересің, болды. Екеуінде де бір ақша шығады. Былай жүрсең де, былай жүрсең де. Лучше сол білетін мамандарға жүгініп, солардың услугасын турын сатып. В основном пляжға келеді Турцияға. Өйткені олар Испанияға барайын, Испания пляжы қымбат. Олар да біледі ғой. Анталияға келеді. Не қымбат, не арзан екен немістер. Анталияға, Аланияға, сол жақпен. Жақсы. Енді бұйыртса алдағы уақытта сол Германия еліне жұмысқа барайын деп жатқан, баруға ниеттеніп жатқан, визасын алып қойып кетейін деп жатқан біздің болашақ клиенттеріміз бар, оқырмандар бар. Соларға қандай маңызды бір бір ереже ма, үш қағида ма, не айта аласың? Бірінші, мынаны жасамау керек, екінші, бүйтпеу керек, үшінші, сөйтпеу керек деген сияқты бір лайфхактар деп айтайын. Барғаннан миллион табам деген ол ошибка. Бірінші ереже, сразу байып кетемін. Сразу байып кетемін. Миллион, 2 миллион көтеремін. Өте ошибка ол. Қатты байып кетемін дейтін нәрсе. Ол нәрсе уже сындырып тастайды. Сен ойлайсың, істейсің, бірақ шықпайды. Шықпайды. Бастапқыда енді сондай болады ғой, кейіннен табуға болады, уақыт өте келе тұрақталғаннан кейін. Ең керек сол нәрсе ғой негізі. Екіншіден, келдің ба, қорықпау керек деп ойлаймын. Істеу керек. Жасадың ба, қорықпа болды. Жаңағыдай. Или бір нәрсе болса қылтың қайтып кетпе. Көп оқиға болды негізі. Сол көп сабақ болды негізі, біраз адамдар. Қорықпау керек қой. Келдің ба, істе. Істей алмайсың ба, басың біреу кесіп алмайды. Еліңе қайтасың. Сол нәрсе. Бұқтан слабый болмау керек. Жүрек керек қой. Үшіншісі, сол нәрселер ғой. Цель ғой. Мақсат керек. Мақсат керек, бұл ұрсай соған керек. Жақсы. Тағы бір қайталап қорытындайық. Біріншісі ол сен айтқан сразу байып кетемін дейтін нәрсені мидан шығарып тастау керек. Келем сразу миллион табам, 2 миллион табам. Табуға болады, бірақ уақыт қажет. Уақыт керек. Екіншіден, сынбау керек дұқтан. Яғни анау болды, мынау болды, ақ болды, көк болды, тағы деген сияқты. Үшіншіден, анық, четко мақсат қою керек. Келдім, мынанша жыл жүрем, мынанша күн жүрем, мынанша қарызым жауам, машинамды алам, көлігімді алам, тағы деген сияқты да. Осы 3 нақты мақсат болатын болса, Алла қаласа сіздерде сол елге барып, жақсы жетістіктерге жетуге болады, жақсы табыстар табуға да болады. Енді қазақтар көбінше қандай жұмыс жасайды ол жақта? Жаңағы стройканы айттың, доставканы айттың. Доставка мен стройка ғой. Клинингші, әйел адамдар? Клинингте, әйел кісілер. Основном әйел кісілер. Основном осы базовый осы 3 жұмыс. 3 жұмыс. Енді стройкадан аты болмаса, ары қарай ішіне позициялар өте көп қой жаңағы. Позиция көп. Внутренний бар, наружный бар. Көп қой. Жаңағы асфальты бар, бетоны бар, тағысына кете береді, позицияларға яғни бөлінеді. Анандай бар да, короче, келеді ғой адамдар жұмысқа. Сосын келгеннен кейін барып сұрайды да айлықты.
Біреулер болды сондай ше, қанша тауып жатсың? Осынша тауып жатырмын. Онда болмайды ғой, Америкаға кетемін ау дейді да. Мен айтамын да, сен осы жақта тауып алсаң осы ақшаны. Если сен осы ақшаны таба алатын болсаң, знаешь, сен Америкаға достойный адамсың. Жол ашық. Олар ойлайды, короче, Америкада, например, $10,000 табады айына. Бірақ бәрі пайда деп ойлайды. Ақшада талда өсіп тұр деп ойлайды да. Ол жақта да уже сенің табысың өскен сайын қиындығың да өсе береді да. Олар оны түсінбейді ол нәрсе. Ол $10,000 табу үшін не деген тер керек қой ол жерде. Еңбек керек. Еңбек керек. Германияда да бүкіл қазақ бірдей ақша тауып отқан жоқ. Әркім әртүрлі. Әркім несібесі әртүрлі істегеніне қарай. €1000 тауып жүргендер бар айына. Мен танимын оларды. Қазақстанда жүр. Қазақстанмен бірдей қой по идее. 2000 тауып отқандар бар, 3000 тауып отқандар бар, әртүрлі. Әркім әртүрлі. Өзіне байланысты. Өзіңе байланысты. Барлығы өзіңе байланысты. Ол сені күтіп алған адам, например, көп адам бізге сеніп қалады. Жаңа жіберген агентствоға күтіп алған адамға біз жұмыс обещать еттік, кіргіземіз. Айтқан нәрселерді орындайсың. Айтылған нәрсенің бәрі орындалады, дальше өзі. Жұмыс орнымен қалай сөйлеседі, өзі біледі. Қалай контрактіге отырады, өзі біледі. Бірақ саған енді балықшыға балық бермей қармақ бер дейді. Жаңағы базовый правиларды үйретесіңдер. Мына район былай, мынау былай, мынау былай. Банковский счет, сим-карта, жұмысқа орналасу. Оның барлығы бар ғой, көрсетеміз, үйретеміз, орналастырамыз. Бірақ ары қарай іліп алып кете алу, іліп алып кете алмау адамның тікелей өзіне байланысты. Енді қазіргі таңда сен арқылы жұмысқа орналасқан біраз клиенттеріміз бар. Енді көріп отырса, бұл видеоны да лайк басыңдар. Дәл қазір сәтте біз Берлинде істеп жатыр, Бременде бар, қай қалада? Штутгартта бар. Штутгартта бар. Осы 3 қалада қазір біздің клиенттеріміз Amazon, Гермес, тағы да DDP ма? DPD. DPD дейді. Осы 3 компанияда жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта енді сіздер де сол елге барып жұмыс жасағыларыңыз келетін болса, біздің компанияларға жұмыс істеңіздер болады. Біздің менеджерлер сіздерге толық ақпарат беріп, кері байланысқа шығып, визамен көмектесетін боламыз. Ал виза алғаннан кейін Асхат ары қарай сіздерге жұмыс Германиядағы ішкі системасын барлығын үйретеді, көрсетеді, түсіндіреді деп ойлаймын. Енді бұл қысқа әрі нұсқа түсірген подкастым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Енді бұл подкастта Асхат енді ашығын айтып отыр. Ақта, қараны қара деген секілді. Барсаң барлығы күшті, гүл ертегі дейтін әңгіме. Біз өзімізде кейде алданамыз ғой Инстаграмға. Сол нәрсе ғой қазір алдап отқан адамдарды. Біз де история саламыз, например, жүреміз, әдемі жерлерді көресің, түсіргім келеді. Адамдар ойлайды, демалып жұмыс істеп жүр. Бүйтіп жүр ғой мынау дейді. Бүйтіп жүрсің ғой сен дейді. Бірақ оның ішінде кіретін болсаң, қаншама тер жатыр, еңбек жатыр. Оңай емес. Сол нәрсеге алдамау керек деп ойлаймын мен. Бірінші очередь. Енді алдағы уақытта қайтадан Германияға барасың ба, әлде ел өзгертесің ба? Жоқ, Германия. Германия. Осымен үшінші рет барайын деп жатсың. Неге именно Германия? Уже үйреніп қалдық қой. Сол ел, сол қала. Германия, мен кеше келатқан кезде через Францияға қайттық қой. Францияда 3-4 күн болдық. Сондықтан қазақтармен жолығып сұхбаттаса алдыңдар ма? Жоқ, өзіміз жүрдік. Өздерің үшін қыдырыңдар. Ұнамады Франция. Неге? Парижде болдыңдар ма? Ұнамады. Не нәрсесі ұнамады? Өмір сүру жағы, жұмыс жағы, айлық табысы ең дұрыс ел Германия. Ең Еуропада жақсы төлейтін ел, ең номер 1 экономика жағынан жақсы ақша төлей алатын ол Германия. И өмір сүруге өте ыңғайлы ғой. Кеше Францияда қиналдық, біз только таксимен жүрдік, өйткені метролар сложный ше. Тикет аласың, анаған барасың, болсаң басқа нәрсе істеп береді. Бюрократия. Тикет алдық, в общем, кірамадық қой метроға. Сол үйге қалып кеттік. Тикетті лақтырдық та такси жайдық. Таксимен кеттік. Қиын. Бізде Германияда барлығы оңай ғой. Анау адам қарнап істелген да. Любой точкасына пойыз жүреді. Любой точкаға пойыз жүреді. Любой ауылға транспорт барып кеткен ғой. 24 сағат Берлинде лично. Табиғаты да мықты Германия, не? Табиғаты да, погодасы да, короче. Жұмыс істесең, жұмыста, айлықта. Ет, тамақ, проблема жоқ. Жаман болса мен енді бармаймын ғой. Қайта-қайта бармайтын едім ғой дейсің. Қайта-қайта бармайсың ғой. Германия дұрыс негізі. Жақсы. Құрметті көрермендер, оқырмандар, бұл кішігірім қысқа әрі нұсқа түсірілген видео подкаст пайдалы болды деген үміттеміз, ойдамыз. Алтындай уақыттарында бөліп, студиямызға келіп, өзінің басынан өткен оқиғаларыңмен, тәжірибелеріңмен бөлісіп жатқаныңа көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Бұйыртса, енді үшінші рет осымен Германия барайын деп жатсаң, сәттілік. Алдағы уақытта жақсы жерлерге жұмысқа кіріп,
ойыңдағы табыстарды тауып, ең бастысы ол елге аман есен оралып, Иә. ешқандай оқиғасыз, ешқандай нәрсесіз. Өйткені мен де өзімде Кореяда жұмыс жасаған, көптеген адамдарды көріп жатамыз. Сондай істемейтін жұмыс істеп, неше түрлі түрмеде отырып кеткен жігіттерді білеміз, Кореяда жүріп, депорт болып кеткен жігіттерді де білеміз, инвалид болып қалған жігіттерді де білеміз. Сол себептен ең бастысы ақша дей бермей, кейде жұмысты таңдау керек. Қандай жұмыс жасап жатсың, пайдалы ма, зиянды ма, заңды ма, заңсыз ба, соның барлығына мән беру керек. Және баратын елді барынша тыңғылықты, толықтай зерттеу керек, білу керек, іздену керек, қарау керек. Егер де алдағы уақытта сіздерге де Германия немесе басқа да елдерге виза керек болатын болса, бізге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерге көмектесетін боламыз виза бойынша және де жұмыс бойынша. Біздің көрермендерге, оқырмандарға не айтасың? Көрермендерге айтарым, келетін болсаңдар, через агентство, либо через таныстарың болса, солай келген дұрыс. Негізі өз беттеріңмен келсеңдер. Ана самоучкалар бар ғой, ютубтан қарап алып. Біз кезінде келдік, қадалдық, үйттік, бүйттік, уже плюсқа шығып кетемін дегенше ұзақ уақыт өтті. Біраз уақыт жоғалтыңдар. Иә. Лучше агентствоға жаңағыдай услугасын төле, зато уверенно кетесің. Шығын болады визаға, сопровождение шығын болады, зато тәжірибелі мамандарға. Содан қашады ғой біздікілер. Өзім тауып аламын, біліп аламын. Иә. Барады да екі есе біреуге ұрынады, жұмыссыз қалады. Қазақ емес, айдылда біреуге ұрақ ұстайды. Группада өте көп ше бізде. Алданып қалғандар ма? Келеді біреуге сен келіп едім, общем вокзалда жатырмын, 2 күн болды. Группада жазады. Анау бар ма, мынау бар ма, жейтін тамағым жоқ, киетін көйлегім жоқ. Ондайлар өте көп. Өз бетімен келетіндер. Агентство ғой, ең сенімдісі, ең дұрысы. Оның ішінде ала виза деп қойса. Ала визамен келіңіздер, ала виза. Жақсы, күшті, керемет, рахмет. Алла разы болсын, сәттілік. Так, осымен подкастымыз тәмам. Алдағы уақытта бұдан да қызықты подкасттар түсіреміз деген ойдамыз, ниеттеміз. Ең басты мақсат ол пайдалы болу. Енді келесі бөлімде алдағы уақытта біз Германия баратын боламыз. Сол кезде жұмыс барысын, үйін тағы да толықтай түсіндіретін боламыз. Егер де осы подкастқа лайк қойып, комментарий жазған оқырмандарымыз арасынан біз тегін виза жасап беретін боламыз. Условиясы өте қарапайым. Ол үшін комментарийға ең жақсы әсерлі комментарий жазу керек. Біз рандомно ішінен 2 адамды таңдап алып, 2 адамға тегін виза жасап беретін боламыз. Ол үшін бізге подписан болуларыңыз керексіздер. Осы подкастқа лайк басып, комментарий жазу керек. Және де тағы да 2 адамға біз тегін Германия еліне сопровождение жасайтын боламыз. Яғни Асхат күтіп алып, жұмысқа орналастырып, бастан аяқ көмектесетін болады. Сіздермен мен, Самат Серікбай, күндеріңізге сәттілік тілейміз.